Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Балалар, өткен сабақта біз сендермен пайымдау мәтінін есімізге түсірдік және бөліктерін анықтадық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін ажыратасыңдар. Мәтіннің негізгі ойын анықтайсыңдар. Балалар, бізге мәтін берілген. Мәтінді мұқият оқиық. Ит жақсы дос. Бір баланың иті болыпты. Баланың аты Талғат, итінің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ, депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы, дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп, қорыққанынан айқайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп, жүгіріп келеді. Ақтөстің аф-аф деп үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Балалар, мәтіннің тақырыбына назар салайық. Ит жақсы дос. Мәтіннің негізгі ойының қысқаша атауы екенін біле аламыз. Мәтіндегі негізгі ой ит адамның досы. Балалар, қазір мәтін бойынша ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын тексерейік. Ақтөстің пайдасы бар. Дұрыс. Ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Бұрыс. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді. Бұрыс. Талғат оған қатты ренжіді. Бұрыс. Ит пен адам дос бола алмайды. Бұл да бұрыс. Балалар, қазір мәтінді түсініп оқимыз және жоғарыда оқыған мәтінмен салыстырамыз. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй-жайды жақсы күзетеді. Балалар, мұндағы қабілетті сөзінің қалай жазылуын естеріңе сақтаңдар. Балалар, бізге берілген екі мәтінді өзара салыстырайық. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Ұқсастығы, балалар, екі мәтінде де ит туралы айтылған. Айырмашылығы, бірінші мәтінде итті бейнелі суреттеген. Бірінші мәтін көркем мәтін. Екінші мәтінде итті нақты бейнелеген. Және бұл мәтін ғылыми мәтін. Балалар, мәтінді мұқият оқиық. Ағаш ек. Адам таза ауамен демалады. Адам демінен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауа да соғұрлым таза болады. Таза ауамен дем алған адамның дені сау, көңілі хош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп өсиет айтқан. Балалар, мәтін не туралы? Игілікті іс ағаш егу туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Табиғаттағы ауаны жақсарту үшін ағаш егу керек. Бұл мәтіннің негізгі ойы болады. Мәтін неліктен ағаш ек деп аталған? Қалай ойлайсыңдар? Себебі мәтіннің аты негізгі ойдың қысқаша атауы болады.
Балалар, мәтіннің түрін анықтайықшы. Көркем мәтін бе, ғылыми мәтін бе? Көркем мәтінде зат бейнелі суреттелсе, ғылыми мәтінде нақты фактілер арқылы берілетінін естеріңе салайын. Балалар, бұл мәтін көркем мәтін. Енді мәтіннің бөлімдерін ажыратайық. Кіріспе бөлім. Адам таза ауамен демалады. Адам демінен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Негізгі бөлім. Таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа еш қайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауа да соғұрлым таза болады. Мәтіннің қорытынды бөлімі. Таза ауамен демалған адамның дені сау, көңілі хош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп өсиет айтқан. Балалар, мұндағы бабаларымыздың өсиет сөзін есімізде сақтайық. Балалар, қорытынды бөлімдегі бабаларымыздың өсиет сөзін бірге оқиық. Өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек. Балалар, бұл өсиет сөзін естеріңе сақтаңдар. Келесі өлеңнің ұйқасын тауып көріңдерші. Аң мен құсқа қорған, болған қалың орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Бәрекелді балалар, сендердің қолдарынан келгеніне сенемін. Балалар, жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Осы тақырып бойынша жоспар құрып және суреттер бойынша өзіміздің ойымызды жазайық. Жоспардың кіріспе бөлімі жанды табиғаттың өлу себептері. Негізгі бөлімі табиғатқа адамның әсері. Қорытынды бөлім табиғатты қорғау. Қане балалар, жоспар және суреттер бойынша мәтін құрастырып жазыңдар. Ал енді балалар, өздеріңнің мәтіндеріңді салыстырып көріңдер. Жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Себебі қазір жанды табиғатқа көп зиянды әрекеттер жасалуда. Әсіресе адамның табиғатқа әсері орасан зор. Мысалы, ағаштарды кесу, ауаны ластау, жануарларды аулау, тағы да басқа. Қазіргі таңда табиғатты қорғау үшін көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді қорғауда арнайы қорықтар ашылған. Қоқыстарды сұрыптап жинау, ағаштарды отырғызу жұмыстары да қолға алынған. Табиғаттың сыйын аялау, оған қамқорлық жасау әрбір адамның міндеті. Балалар, бүгінгі сабақта сендер тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін ажыраттыңдар. Мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.